Саламатсыздарбы, Полония дараны қызығушылар. Мен кейінгі роликті тарып жатам. Бүгін 14 апрель 2026 жыл. Бұл Полония жоно елегенделі қырқып салғаны себебі бұл высоковольтный линияны алды жағына тиіліп қалған. Бат өсіп кетеді да, анан кейін теге столбаға тиейін дегеннен, то есть антеннаға алып салуға мажбур болдық. Ошон тигип жатқанда алысыраак тиген кездер бұл бат өсет десе көпшілік ішенбейді. Мына қараңыздар, өзім балдарға кестіріп, оны қырқытып бір көрсетіп қойын дедім. Қараңыздар, ушыға 3 жыл болды. Жондығын көріңіздер, мына бірінші линия көрініп жатауы. Вот сіздерге вот 1, 2, 3. 3 жылда ушунчалык жонойды, қараңыздар. Бұны 4-5 жылдан кейін кесіп иштетсек болады. Бұл алды жағынан қырқылып алған не бұл жақтан, а бұл баш жағынан. Бұның емде бат өсет. Бұл Полонияны бат өскенін себебі мына ортасы мынчалык тешік болады. Су ушул жерден жүреді. Су ушул жерден жүреді дағы бат чоңайып кетеді. А башка дарактарда болса су могу кабак менен стволдун ортосуна жүрөт. Анан кийин жылда жоноет. Бул келечеги жакшы Полониянын. Эми орустун карагайы жакшы. Эми карагай ал акчага сатылат да, бекер бербейт. Бұл саснадан өтсө өтөт, кем калышпайт жатат да. Аны огородторго тигип салып 4-5 жылдан кийин кесип, там салганга, сарай салганга иштетсек болот да. Мен буну бышыктыгы жөнүндө тактайларды видео тартып 4-5 ролик чыгардым. Ошону көрсөңүздөр болот. Бышык болот.